Сіз Бұлбұл студиясы жасаған Қазақ протест тарихы подкастын тыңдаудасыз. Бұл подкаст Қазақ хандығы құрылғаннан бастап 2022 жылға дейінгі наразылық тарихын баяндайды. Біз подкастта наразылықты Қазақстандағы саяси және әлеуметтік жест ретінде қарастырамыз. Атаудағы қазақ сөзі тек бір этникалық топпен шектелмейді. Бұл жерде қазақ сөзі ел тарихының бір бөлігі екенін білдіреді. Бұл подкаст тек ақпараттық мақсаттарға арналған. Барлық тарихи деректер мен пікірлер ашық дереккөздерден алынған және авторлардың жеке зерттеулеріне негізделген. Подкаст этносаралық немесе басқа да алауыздықты жандандыру мақсатын көздемейді және де қақтығыстарға шақырмайды. Барлық ақпарат білім беру мақсатында және тарихи оқиғаларды түсіну үшін беріледі. Жаңаөзен мен Қаңтар арасы. Қазақстандағы наразылық қозғалысының эволюциясы. Мәтінді әлеуметтанушы және Paper Lab зерттеу орталығының директоры Серік Бейсенбаев жазды. Дәрісті оқыған Жанна Қапасова. Жаңаөзендегі наразылық. Жаңаөзен қаласындағы жаппай наразылық шерулерінің ұзақ әрі күрделі тарихы бар. Олардың басты қозғаушы күші мұнайшылар болды. Олар 2000 жылдардың ортасынан бастап өз мүдделерін қорғау үшін ұйымдасқан түрде әрекет етті. Осы мақсатта аштық жариялау, жұмысты тоқтаудан бастап жаппай ереуілдерге дейін ұжымдық жұмылдырудың әртүрлі әдістері қолданылды. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, жұдырықтай жұмылудың арқасында мұнайшылар еңбек жағдайының жақсаруына, жалақының көтерілуіне ықпал етіп, басшылықтың кейбір шешімдерінің күшін жоюға да қол жеткізді. Мәселен, 2009 жылы Өзенмұнайгаз жұмысшыларының бұқаралық наразылығынан кейін компания басшылығы, соның ішінде кәсіпорынның бас директоры Дауылбай Абылғазиев пен Жаңаөзен әкімі Жалғас Бабаханов қызметінен айырылды. Кәсіпорын мен қала басшылығын өзгерту ереуілшілер қойған талаптардың бірі еді. Алайда, мәселе басшылық пен еңбек қатынастары жүйесінде ғана болған жоқ. Жаңаөзенде тұрақты түрде шиеленіс тудырған әлеуметтік экономикалық мәселелердің тұтас кешені болды. Бұл әл-ауқат теңсіздігінің жоғары деңгейі, жұмыссыздық, сондай-ақ көші-қон мен туу деңгейінің салдарынан халық санының жылдам өсуі еді. Мұнай өндіруші кәсіпорындардың басшылығы мен жергілікті биліктің сыбайлас жемқорлық әрекеттері аталған мәселелерді одан сайын өршіте түсті. Биліктің кәсіподақ лидерлері мен шерулерді ұйымдастырушыларға қарсы қуғын сүргіні де наразылық отына май құйды. Мысалы, 2009 жылы жөндеу кәсіпорынның кәсіподақ ұйым төрағасы Ықылас Шәңгереевті белгісіз біреулер жарақаттады. Оның сөзінше, ол кәсіпорындағы ұрлыққа қатысты қаржы полициясына шағым айтып, соның салдарынан шабуылға ұшыраған. Құқық қорғаушы Ғалым Ағалиев 2011 жылдың шілдесі мен қыркүйек аралығында Жаңаөзенге іссапарынан кейінгі баяндамасында Жаңаөзендегі Қаражанбас мұнай кәсіподақ белсенділеріне жүйелі түрде қысым жасалатынын алға тартты. 2011 жылы кезекті еңбек дауы туындап, ол мұнайшылардың ұзақ мерзімді наразылығына ұласты. 7 ай бойы Өзенмұнайгаз бен Қаражанбас мұнай кәсіпорынның жұмысшылары еңбекақы төлеудің әділ жүйесін орнатуды және тұрмыстық жағдайды жақсартуды талап етіп ереуілге шықты. Қазақстанның 70% байлығын сендер өндіресіңдер. Әкімдер, басқа да лауазымды адамдар, Нұр Отанның белді мүшелері ешқайсысы сіздердің алдарыңызға келген жоқ. Олай болса ондай партияның бізге керегі бар ма? Бұл жолғы наразылық шерулері қайғылы аяқталды. Жиналым бол! Какой праздник? Не праздник нам! 2011
2011 жылдың 16 желтоқсанында ереуілшілер мен полиция арасындағы қақтығыстардан кейін қалада тәртіпсіздік басталып, полиция наразыларға қарсы оқ жаудырды. Салдарынан Қазақстандағы адам құқықтары жөніндегі миссия дайындаған ресми мәліметтер бойынша 100-ге жуық адам жараланып, 16 адам қаза тапқан. Полицияның қарусыз шерушілерге оқ атып, жаралыларды ұрғаны куәгерлердің бейне жазбаларының арқасында белгілі болды. Ол кезде Қазақстанда Facebook, Twitter және YouTube сынды платформалар танымал бола бастаған. Сол себептен Жаңаөзендегі кадрлар әлеуметтік желілерге тарап кетті. Халықаралық және құқық қорғау ұйымдары Қазақстан билігін адам құқығын бұзды және бейбіт шерушілерге шамадан тыс күш қолданды деп айыптады. Сол кездегі қалыптасқан саяси дағдарыстан шығу үшін ел басшылығына мұнайшылардың талаптары орынды болған мойындауға тура келді. Алайда билік қайғылы оқиғаның негізгі жауапкершілігін жергілікті әкімшілік пен құқық қорғау органдарына жүктей салды. Облыс әкімі Қырымбек Көшербаев отставкаға жіберіліп, Жаңаөзен әкімі ұрлық үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ Самұрық Қазына ұлттық қорының төрағасы Тимур Құлыбаев пен Қазмұнайгаз және Өзенмұнайгаз компанияларының басшылары қызметінен босатылды. 5 полиция қызметкері билігін асыра пайдаланғаны үшін 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айырылды. Қайткен күнде авторитар режим төтенше жағдайға өзіне тән мәнерде жауап қайырды. Билік өз тарапынан болған олқылықтарды мойындаса да, қайғылы оқиғаға мұнайшылар мен кәсіподақ басшыларының өздері кінәлі деп таныды. Ресми тергеу мен сот талқылауының нәтижесінде наразылыққа қатысқан 37 адам жаппай тәртіпсіздіктерге қатысқан үшін нақты немесе шартты түрде сотталды. Оған қоса тіркелмеген Алға партиясының өкілдері араздық тудырды деген айыппен сотты болды. Алайда құқық қорғау ұйымдары тергеу барысында көптеген заң бұзушылықтарды тіркеп, Жаңаөзен оқиғасы бойынша соттың объективтілігі мен әділдігіне күмәнмен қарады. Осы ретте бақ пен әлеуметтік желілерде наразылық пен оған қатысушыларды қаралауға қатысты ауқымды науқан басталды. Кикілжің мұнайшылар мен олардың жұмыс берушілері арасындағы еңбек дауынан туындады дегенге қоғамды сендіруге тырысқан үгіт насихат көпшіліктің назарын саяси астардан бұрып жіберуге талпынды. Бұдан бөлек, кейбір сарапшылардың ұйытқы болуымен шенеуніктер елдің ойластырылмаған иммиграциялық саясатын қақтығыстың басты себебі деп жариялады. Сол арқылы аймақтағы наразылық әрекеттерін негізгі белсенді бастаушылар ретінде қандастарды нұсқады. Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі наразылықтардан кейінгі алғашқы апталарда Жаңаөзенге жасаған алғашқы сапары кезінде тәртіпсіздіктерге Қазақстаннан тысқары байланыстары бар қылмыстық ұйымдарды айыптады. Мұнайшылардың, жұмыс берушілердің арасындағы келіспеушілікті пайдаланған арандатушылардың бар екенін, олардың қалай дайындалғанын, май құйған бутылканы қалай дайындағанын, оның барлығы анықталып жатыр. Олардың барлығы уақытымен ұсталатын болады, жазаға тартылатын болады. Оның нұсқасы бойынша бас бұзарлар қоғамда әлеуметтік, ұлттаралық және дінаралық араздық тудыру үшін еңбек дауын пайдаланған. Шетелден келген үшінші күштер туралы нұсқаны сол кезде мемлекетшіл бақ белсенді түрде қолдады. Жаңаөзен оқиғаларынан сол кезде Мальтада тұрған Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Әлиев пен оқиға тұсында Лондонда тұрған олигарх Мұхтар Аблязовтан түрткіздеді. Аблязовтың өкілдері Жаңаөзен оқиғасына қатысы бар деген айыпты жоққа шығаруға бел шеше кірісті. Жаңаөзен трагедиясының басты салдары елдегі авторитарлық тенденциялардың одан сайын күшейе түсуі. Одан кейінгі жылдары үкімет бұқаралық ақпарат құралдарын бақылаумен бірге оппозиция белсенділеріне қарсы репрессияны күшейтті. Сондай-ақ елдегі тәуелсіз кәсіподақ ұйымдарын іс жүзінде жойды. Осының бәрі Қазақстанда халықтың наразылығын конструктивті білдіру мүмкіндігінің одан сайын төмендеуіне алып келді. Жаңаөзеннен кейінгі наразылық қозғалысы. Жаңаөзен оқиғасынан кейін қазақ қоғамдағы наразылық белсенділігі бәсеңдей бастады. Қазақстан халықаралық адам құқықтары бюросының мәліметтері көрсеткендей, 2012-2018 жылдар аралығында елдегі бейбіт жиындардың саны жыл сайын азайған. Әсіресе саяси сипаттағы митингілер саны айтарлықтай азайған.
Бұл бір жола тазартылған саяси алаң мен оппозициялық қозғалыстардың лидерлеріне қарсы жүзеге асқан қуғын сүргінге байланысты болса керек. Азаматтардың ара-тұра мәлімдеме жасауына әлеуметтік, экономикалық және құқықтық мәселелері себеп болды. Осы кезеңдегі ең маңызды наразылық мобилизациясы жер митингілері деп аталады. 2016 жылы Атырау, Ақтөбе және Семей қалаларында ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді шетел азаматтары мен компанияларына сатуды қарастыратын заңнамалық өзгерістерге ауқымды қарсылықтар туындады. Ең ірі митинг Атырауда өтті. Әртүрлі бағалауларға сенсек, оған шамамен 4000-ға жуық адам жиналған. Бір жұдырық қос көрсету керек. Жерді сатқызбаймыз. Наразылықтың одан әрі өршуіне жол бермеу үшін билік наразылық танытушылармен келісімге келуді ұйғарып, президент заңға мораторий жариялады. Жер митингілері қазақстандықтардың бір ортаға жұмыла алу әлеуетінің жоғары екенін көрсетті. Белгілі бір лидерлерсіз және белсенді оппозициялық партияларсыз да азаматтар өзін-өзі ұйымдастырып, саяси шешімдер қабылдауға ықпал ете алатыны айқын болды. Осылайша, митингілер мен бейбіт жиындар саны азайғанмен, елдегі наразылық алаңы Жаңаөзен оқиғасынан кейін кеңейе берді. Мұнайшылар, кеншілер және партия белсенділері бастайтын дәстүрлі наразылық қоғамдастықтарына жаңа топтар қосылды. Ол қатарда эко-белсенділерді, көп балалы аналар, феминистік ұйымдар, үлескерлер, банк салымшыларын, сондай-ақ әкімшілік және полицияның бассыздығынан зардап шеккендерді атап өтуге болады. Аталған қарапайым бастамалар шағын митингілерге түрткі болса да, елдегі бұқаралық күн тәртіпке айтарлықтай әсер етті. Көп балалы аналар санатын ерекше атап өткен жөн. Олардың наразылығы қазіргі Қазақстандағы ең ірі қарсылық қозғалысына айналды. Бұл қозғалыс Астанада 5 қыздың өмірін жалмаған жан түршігерлік өрт апатының салдарына жауаптан пайда болды. Осы жан түршігерлік оқиғадан кейін бірден елдің бірнеше қаласында аналар әлеуметтік төлемдерді көбейтіп, баспана мәселесін шешуді талап етті. Жаңа наразылық топтарының ортақ ерекшелігі айқын лидердің және ұйымдастырудың қарапайым әдісінің болмауы еді. Сонымен қатар олар әрекеттерді үйлестіру және өз тараптастарын бір ортаға жұмылдыру үшін әлеуметтік желілерді белсенді пайдаланды. Бұл оларға оқиғаларға тез жауап беруге және өз акцияларын ұйымдастыруға мүмкіндік берді. Дегенмен, идеологиялық тұрғыда олар көп бағытты болды. Мәселен, көп балалы аналар өз акцияларында консерватив, тіпті антилиберал нарратив тудырса, феминистік қозғалыстар елдегі солшыл либералды күн тәртібін іске қосуға тырысты. Айта кету керек, бұл наразылық топтар мұздықтың бет жағы ғана. Сыни көзқарасты ту етіп ұстаған азаматтар саны көп. Әрі олардың талаптары қазіргі саяси акторларға әлі айтылмаған болатын. Халық өз наразылығын білдіре алатын арналар жабық болған жағдайда, қоғамның наразылық әлеуеті әбден жиналып, форс-мажор жағдайларда немесе елеулі саяси өзгерістер кезінде арнасынан асып, төгілуге бейім келеді. Назарбаевтан кейінгі Қазақстандағы наразылықтар. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 2019 жылы кенеттен отставкаға кетуін саяси өзгеріс деп санауға болады. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Оның өз еркімен биліктен кетуі және Тоқаевты өз ізбасары ретінде тағайындау елдегі бір қатар саяси өзгерістерге түрткі болды. Яғни азаматтық қоғамның белсенділігі артып, халықтың саясатқа деген қызығушылығы қайта оянды. Сонымен қатар, қоғамда өзгерістерге деген үміт оты маздап, оң өзгерістерге деген сенім күшейді. Дегенмен, Астананың атауын өзгерту, сондай-ақ сайлауды бұрмалау сияқты аса танымал емес саяси шешімдер қарсылық қозғалысына себеп болды. Бұқаралық наразылықтан кейін елде жаңа саяси қозғалыстар пайда болды. Соның бір жарқын мысалы ретінде саяси реформаларды жақтайтын Оян Қазақстан өз алдына ұйымдасқан горизонтал қозғалысын атауға болады. 2019-2021 жылдар аралығында қозғалыс көптеген митингі мен акция ұйымдастырды. Ең танымалы олардың шындықтан қаша алмайсың атты алғашқы ұйымдастырған акциясы еді. Оған билік бірден жауап қайырды. Белсенділер Әсия Төлесова мен Бейбарыс Толымбеков баннер үшін 15 тәулікке қамауға алынды.
2019 жылғы президент сайлауында ірі көлемдегі бұрмалаушылықтың алдын алып отырған азаматтардың өздігінен ұйымдасқан тәуелсіз бақылаушылар топтары елеулі саяси күшке айналды. Маңызды наразылық акторлары қатарына Қазақстанның Демократиялық партиясы, тіркелмеген Республика партиясы және еліміздегі тыйым салынған Қазақстанның Демократиялық таңдауы ұйымын жатқызуға болады. Мониторинг деректері көрсеткендей, 2019 жылдан бері Қазақстанда наразылық акцияларының саны күрт өскен. Мәселен, Аклит америкалық деректер базасына сүйенсек, егер 2019 жылы елде 570-тен астам наразылық тіркелсе, 2020 жылы олардың саны 830-ға өскен. Ал 2021 жылы 1000-нан астам наразылық акциясы болған. Наразылық шаралары көбіне Алматы, Астана және Маңғыстау облысында өткен. Oxus Society ұйымы Орталық Азиядағы наразылық акцияларына жеке мониторинг жүргізеді. Ұйымының мәліметі бойынша 2018 жылдан 2020 жылдың ортасына дейінгі аралықтағы наразылықтардың жартысына жуығы саяси реформаларды талап етумен байланысты болған. Елдегі саяси режим жағдайдың мұндай даму сценарийіне дайын болмағаны айдан анық. Қоғамдық қарсылықтың күшеюіне жауап ретінде ел үкіметі қуғын сүргін және наразылық акцияларын қатаң түрде басып жаншуды күшейтті. Oxus деректеріне сенсек, барлық наразылықтың 4-тен 1-нен астамы полицияның зорлық-зомбылық әрекеттерімен және қатысушылардың үздіксіз тұтқындалуымен аяқталған. Осы әрекеттермен бір мезгілде мемлекет партия қызметі мен бейбіт жиналыстар саласындағы заңнаманы либерализациялауға уәде берді. Дегенмен, аталған заңдар іс жүзінде бірдей шектеуші мәнге ие. Қаңды қаңтар. 2022 жылдың қаңтар айының басында Қазақстанда масштабымен ғана емес, айрықша үйлесімділігімен ерекшеленген жаппай наразылықтар басталды. Жаңаөзен қаласынан басталған наразылық 1-2 күннің ішінде еліміздің барлық дерлік аймақтарын қамтыды. Түрлі мәліметтерге сәйкес 2 қаңтар мен 6 қаңтар аралығында наразылық білдірушілер саны бірнеше жүз мыңға жетіп, наразылық акциялары Қазақстанның 70-ке жуық елді мекенін қамтыды. Ел тұрғындары соңғы 30 жылда алғаш рет үкіметке бір мезгілде жаппай қарсы шығып, өмір сүру жағдайын жақсартуды және саяси өзгерістерді талап етті. Мұндай үйлесімділік Қазақстандағы наразылық қозғалысының жаңа тарихындағы ерекшелік болып саналады. Әдетте митингілер мен демонстрациялар жергілікті сипатқа ие және аз ғана қатысушыларды қамтиды. Қаңтардағы наразылық та жергілікті оқиғадан басталды. Сұйытылған газ бағасының күрт көтерілуіне әуелі Жаңаөзен, кейін Ақтаудың жергілікті тұрғындары бірінші болып қарсылық танытты. Алайда 2 күннің ішінде газ бағасы мәселесі тікелей әсер етпеген басқа өңірдегілер де наразылық білдірушілердің талабына үн қосты. Елдің түкпір-түкпірінде халық алпауыт шерулерде бас қосып, өз талаптарын қоя бастады. Бұл ретте жаңаөзендіктерге қолдау білдіру наразылық білдірушілерді біріктіретін маңызды элементке айналды. Шерушілердің басым көбі 2022 жылдың қаңтарында көшеге шығуын Жаңаөзендегі митингіні қолдау ниетімен түсіндірді. Осыған орай, Жаңаөзен Қазақстандағы наразылық қозғалысын біріктіруші факторға қалай айналды деген заңды сауал туындайды. 2011 жылы мұнайшылардың бас көтеруін қатаң түрде басып жаншу басқа өңірлерде наразылық тудырмаған соң не өзгерді? Неліктен билік Жаңаөзен қарсылығын тек еңбек дауы ретінде көрсетуге тырысқанымен, Жаңаөзен саяси режимге қарсылықтың символына айналды. Жаңаөзенде және басқа қалаларда басталған наразылық шерулерінің тез таралуын кейін билік төңкеріске шақырушылардың алдын ала дайындықтарын көрсеткіші деп атайды. Ал шын мәнінде бұл 2021 жылдың соңына қарай қоғамда өз арнасынан асып тасығалы тұрған шиеленістің көрсеткіші еді. Осы кезеңде Қазақстандағы өзгерістерді күту Қасым-Жомарт Тоқаев уәде еткен саяси реформалардан көңіл қалып, немқұрайлыққа бой ұруға түрткі болды. Елдің жаңа басшылығы 3 жылдан бері елдегі саяси жүйені барынша ашық, қалың халықтың мүддесіне ескере отырып құра алмады. Сондай-ақ пандемия кезінде экономикалық және әлеуметтік қиындықтарды,
Оның ішінде инфляцияның жоғары деңгейін еңсере алмаған үкіметтің тиімсіз жұмысына қоғамда наразылық күшейді. 2019 жылдан бері жалғасып келе жатқан наразылық акциялары, оған биліктің қатаң реакциясы, елдегі барлық жүйелі мәселелердің тамыры елде қалыптасқан саяси режимде деген пікірді орнықтырды. Әділетсіз режим және оның басты бенефициарларына қарсылық саналатын шал кет деген бұқаралық талап осыдан туды. Осы тұрғыдан елдің батыс өңіріндегі газ бағасының көтерілуі бүкіл елде әлеуметтік жарылыс тудырған соңғы түрткі еді. Жаппай шерулерге биліктің әрекеті бұрынғыдай қатал әрі репрессиялық болды. Кейбір батыс облыстарды қоспағанда барлық аймақта полиция митингіге қатысушыларға күш қолданды. Ал президент Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің ресми жолдауларында наразылыққа қатысушыларды қарақшылар, бұзақылар деп атап, наразылық шерулерін ішкі және сыртқы дұшпан күштер ұйымдастырды деді. Террористические банды являются, по сути дела, международными. Они прошли серьезную подготовку за рубежом. Ол өз сөзінде наразылықтарды террористік соғыс және халықаралық терроризмнің біздің елімізге қарсы қарулы агрессиясы деп атады. 7 қаңтарда Алматыға шабуыл жасаған 20 мыңға жуық террорист туралы Тоқаевтың әйгілі твит жазбасы пайда болды. Осыдан кейін президент құқық қорғау органдарына ескертусіз оқ атуды бұйырды. Сондай-ақ ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымын бітімгерлік күштерін жағдайды тұрақтандыру мақсатында Қазақстан аумағына шақырды. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Сайып келгенде басып жаншу акциясы 230-дан астам азаматтың өлімімен аяқталды. Олар негізінен 6-7 қаңтар аралығында Алматы қаласында жан тапсырған. Алдағы апталар мен айларда ел бойынша ондаған және жүздеген адам қамауға алынды. Көбі тергеу изоляторларында азапталды. Сол процестері күні бүгінге дейін жалғасуда. Кейбіреулеріне үкім шығып, абақтыда отыр. Жаңаөзен наразылық қозғалысының біріктіруші символы ретінде. Ресми тергеу қорытындысы бойынша, Қазақстандағы жаппай наразылықтар қазіргі билікке қарсы қастандық пен мемлекеттік төңкеріс әрекетінің салдары болып саналады. Бақ және тараптас сарапшылардың көмегімен билік дәл осы нарративті алға тартуда. Дегенмен қоғамдық пікір сауалнамасы көрсеткендей, ресми нұсқа қазақстандықтар арасында үлкен сенім ұялатпайды. Демоскоп және Paper Lab жүргізген сауалнамаға сәйкес, қатысушылардың 50%-дан астамы биліктің тергеу нәтижелеріне күмәнмен қарайды. Қаңтар оқиғасы туралы шындық Қазақстандағы белсенділер, журналистер мен құқық қорғау ұйымдарының зерттеу нысаны болып саналады. Қоғамды алаңдатып отырған басты мәселелердің бірі наразылыққа қатысушыларды ынталандыру. Оқиға куәгерлері, сондай-ақ тәуелсіз журналистер түсірген деректі фильмдер көрсеткендей, жаңаөзендіктерді қолдауға деген ниет наразылыққа қатысқан азаматтардың басты ұмтылысы еді. Қазақ протест тарихы подкастын дайындауға атсалысқандар. Идея авторы және продюсері Айсұлу Тойшыбек. Орыс және қазақ тілдеріндегі эпизодтарды Аружан Амалова өңдеді. Эпизодтарды бір ортаға жинап, мастеринг жасаған музыкант әрі дыбыс режиссері Константин Кохан. Подкасты көркемдеген суретші Жанел Шахан. Джингл композиторы Асыл Алмаханова. Мәтіндерді қазақшаға аударған Фридрих Шекіртке. Эпизодтарды қазақ тілінде Жанна Қапасова, ал орыс тілінде Айсұлу Тойшыбек дыбыстады. Эпизодтардың басындағы және соңындағы мәтінді Аружан Амалова дыбыстады. Бұл подкаст ақш халықаралық даму агенттігі USAID арқылы Америка халқының жомарт қолдауымен ұйымдастырылды. Подкаст мазмұнына Бұлбұл студиясы жауапты және USAID немесе ақш үкіметі көзқарастарын сипаттамауы мүмкін.